сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар, бізде бүгін дүниежүзі тарихынан осы тақырыпты жалғастыра береміз. Наполеон империясы құрылуы және құлдырау себептері тақырыпты жазып аламыз. Қазір шағын конспект жазамыз осы тақырып бойынша, сосын ары қарай жалғастыра береміз. Наполеон Бонапарт дегеніміз кім? Өткен сағатта өттік, иә? Францияның әскери және саяси қайраткері. 1769 жылы ол Корсикада дүниеге келген. Француз революциясынан кейін билікке келеді, яғни өзін француз император деп жариялайды, иә? 1799 жылы билікті қолына алады. Империяның құрылуы, жалпы империя қалай құрылады? 1799 жылы 18 бөлімге билікті қолға алады, ал 1804 жылы ол өзін императормын деп жариялайды. Францияны бір орталықтан басқарылатын, яғни орталықтандырылған мемлекетке айналдырады. Өзінің Наполеон кодексі деген заңдар жинағы болады, сонда заңдар мен реформаларды жүргізеді. Наполеон кодексі жазып аламыз. Империяның кеңеюі. Франция Европада көптеген елдерді бағындырады. Осы Наполеонның тұсында 1805-1812 жылдары жеңістері Австрияға, Руссия, Испания, Италияға жорықтары сәтті аяқталады. Европаның көп бөлігін басқару идеясы жүзеге асады, яғни Наполеонның. Осы аумақтарды өзінің территориясына қосып алады. 1812 жылы империя Наполеон Ресейге жорық ұйымдастырады. Француз армиясы үлкен жеңістерге жетеді, империяның саяси және экономикалық күші арта түседі осылайша. Империяның енді құлдырау себептеріне келетін болсақ, себептерін де дәптерге жазып аламыз. Ресейге жорығы сәтсіз аяқталады 1812 жылы. Еуропа елдерінің қарсыласуы Британия, Австрия, Пруссия. Үшіншіден, экономикалық қиындықтар, яғни континенттік блокада саясаты. Әскери шығындардың көптігі, яғни әскер ұзақ жолға шыға алмады, ұзақ жолға шыдай алмады. Барлық жағынан өте нашар болды. Ішкі оппозиция мен халықтың наразылығы туды әрине одан кейін. Осының барлығы империяның құлдырауына алып келді. 1814 жылы тақтан түсіріледі Наполеон, Эльба аралына қоныс аударады, жер аударылады. 1815 жылы қайта билікке оралу, яғни 100 күндік билік дейді ғой. Ватерлоо шайқасында жеңіліп, Сан-Елена аралына жер аударылады. Осылайша 1821 жылы ол қайтыс болады. Осылайша Наполеонның империясы құлайды. Қорытындылайтын болсақ, Наполеон империясы Францияны орталықтандырылған заңдар мен әскери жеңістермен есте қалған осы Наполеонның тұсында дәл. Құлдырауы, яғни сыртқы соғыстар, экономикалық проблемалар, ішкі қарсыласулар. Тарихта үлкен сабақ, биліктің күші шектеулі дейді. Осы тақырыпқа сай айтылған сөз. Жақсы, тапсырманы мен жеке жүктеймін, содан қарап орындайсыздар.